Сәлем, менің каналымның оқырмандары мен қонақтары. Бүгін мен сіздерге зебра неге жолақты, зебраның қара, ақ жолақтарының тылсым сырлары туралы айтатын боламын. Ал келесі видеомда акула мен дельфинге қатысты сіз біле бермейтін қызықтармен бөлісемін. Сол себепті қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз және де колокольчикті баса кетіңіз. Сол кезде менің видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Ал видеода менің қызым сіздерге түрлі түсті қағазбен жасалынатын зебраға байланысты аппликация түрімен бөлісуде. Бұл аппликация түрін 3 жастан жоғары балаларға жасауға болады. Видеоның соңында пластилинмен де жасалынатын аппликация түрімен бөлісетін боламыз. Бұл аппликация түрін 1,5-2 жастан бастап қолдана берсеңіздер болады. Және де ең бастысы, видеода айтылған ақпараттарды да балаңызға сол аппликацияны жасау барысында айта отырсаңыз, балаңыздың танымдық өрісі кеңейетін болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін. Ендеше кеттік, алдымен мен сіздерге зебра туралы қызықты ақпараттармен бөлісе кетейін. Зебраның қазақшасы ала екен. Ол жылқының бір туысы. Негізі мекені Африканың ашық далалы алқаптары. Салмағы 350 килограммдай болатын зебралар өте сақ, тез жүгіретін жануар. Негізінен шөптесін өсімдіктермен қоректенеді. Сондықтан олар қорегінің маусымдық өзгеруіне байланысты бір жерден екінші жерге үнемі ауысып отырады. 1-1,5 жасында жыныстық жағынан жетіліп қояды. 11-13 ай буаздық мерзімін өткереді екен. Көбіне зебралар құлынын жаңбырлы кезеңдерде туады. Зебраның бірнеше түрлері бар, бірақ әр түрінің өзіне тән жолақты терілері болады. Зебралардың жолақтары адамның саусақтарының іздері секілді. Екі зебраның бірдей болуы еш мүмкін емес. Яғни екі зебраны қатар қойып қойсаңыз да, олардың жолақтары бір-біріне ұқсас секілді болып көрінгенімен де бірдей болуы еш мүмкін емес екен. Сырт көзге ғана солай ұқсайды екен. Ал зебраның қалың, қара жолақтары сонымен оларға не үшін керек? Жалпы неге зебра жолақты? Соған тоқтала кетейік. Ең бірінші себебі ол Алланың жаратылысы. Яғни Алла Тағаланың әл-Бадиғ есімі бар. Қазақша мағынасы ешқандай үлгісіз, мысалсыз жаратушы. Яғни Алла Тағала зебраның сондай жолақты болған қалады, солай болып зебра жаратылды. Оның өзіне тән көркі сондай болған. Екінші себебі ол ғылыми зерттеулерге тоқталайық. Ғылыми зерттеулерге келсек, Африканың аптап ыстығында салқынды ұстап тұру үшін зебра жолақты болып келген. Зебра күні бойы жем-шөппен қоректену қажеттілігі бар. Әрі олар тағамды аз сіңіреді екен. Яғни зебраларға көбірек тамақ ішіп, күндізгі ыстықта ұзақ уақыт бойы сол тамақты қорытып жүру керек. Күннің аптап ыстығында жануарларға жүру қиынырақ болғандықтан, олардың терісі, зебралардың терісі терморегуляция сақтау үшін қара ақ болып солай жаратылған. Бұл зерттеулердің бірінші себебі. Екінші себебі, олар жоғарыда айтылып кеткендей шөптесін өсімдіктермен қоректенеді. Және де сол өзінің қорегін алу үшін бір жерден екінші жерге үнемі қоныс аударып отырады. Сол қоныс аудару барысында жыртқыштардан сақтану мақсатында жыртқыштар оларды байқап қалмас үшін қара ақ жолақты екен. Және де үшінші себебі ауру қоздыратын шыбындар, яғни цеце атты шыбындар, олардың жағымсыз шағуынан аулақ болу үшін
олардың көзін шағылыстыру үшін осылай олардың, яғни зебралардың тұқымдары жоғалып кетпес үшін де осылай олар қара ақ жолақты болып келеді екен. Мінекей достар, зебраның жолақты болуына байланысты осындай 3 түрлі себеп бар екен. Бұлардың барлығы ғылыми түрде дәлелденіп қойған. Құрметті достар, менің бүгінгі айтылған ақпараттарым ұнаса, лайк басып, комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады. Және де комментарийге тағы да қандай жануарға байланысты қызықты ақпараттармен бөліскенімді қалайсыз, соны да жаза кетсеңіз болады. Алдағы уақыттарда міндетті түрде сондай бір ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінгі видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Және келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.